Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Мінекей баршамызға белгілі, Қарағанды қаласында ересектер арасында, әйелдер және ерлер арасында 2024 жылы Қазақстан чемпионаты басталды. Енді өздеріңіз білесіздер, жалпы Қазақстан чемпионатының басты мақсаты ұлттық құраманы жасақтау. Алдымен әйелдер арасында келетін болса, бас бапкер Елдос Сайдалин Азия чемпионатында чемпион болып жүлде салған боксшыларды бұл чемпионаттан босатқан, жүлдегерлер қатарына кірмеген. Азия чемпионатында өнер көрсеткен боксшылардың барлығы бұл чемпионатта өнер көрсетеді. Атап өтетін болсақ, 50 келіде Алуа Балқыбекова, 54 келіде Сымбат Алиасқар секілді боксшылар. Ал чемпионаттың әйелдер арасында басты жаңалығы Париж олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай да өзін жаңа салмақта, яғни 48 келі салмақ дәрежесінде ел үздігі атану үшін сайысқа қатысып жатыр. Назымның 48 келі салмақ дәрежесіне түсуі ол жайдан жай емес, себебі Қазақстан әйелдер бокс тарихында тұңғыш және жалғыз қыз, бүгінгі күнде 2 дүркін әлем чемпионы. Жалпы Қазақстанда 3 рет әлем чемпионатын жеңген, ерлер арасында да әйелдер арасында да боксшы жоқ. Сол арманын орындап, жаңа тарих жазу мақсатында Назым жаңа салмаққа келіп, алдағы жылдың сәуір айында өтетін Ливерпульдағы әлем чемпионатына топ жарып, өзінің ғана емес, жалпы қазақ боксының тарихын жаңарту мақсатында осы салмақта өнер көрсетіп жатыр. Сәттілік тілейміз Назымға, және қолынан келетініне сенеміз. Ерлер арасына келетін болсақ, бас бапкер Қайрат Сатжанов ағамыз Азия чемпионатында өнер көрсеткен боксшылардың барлығын бұл ел чемпионат барысынан босатқан, ал қалған құрамадағы боксшылар, одан бөлек кеше ғана жастар арасында әлем чемпионы атанып, өз есімдерін жарыққа шығара бастаған жас боксшыларымыз да ересектер арасында ұлттық құрамаға іліну мақсатында шаршалаңға көтерілетін болады. Оның ішінде ерекше атап өтетін болсақ, бұрынғы жастар арасындағы құраманың капитаны, 4 дүркін Азия чемпионы, әлем чемпионы және Азия чемпионаттары мен әлем чемпионатының ең үздік боксшысы Төрехан Сабырхан 67 келі салмақ дәрежесінде ересектер арасындағы өзінің тұңғыш чемпионатына қатысады. Және тағы бір атап өтетіні, аса ауыр салмақ дәрежесінде де әлем чемпионатында жүлде салған Елдібайұлы Аслан да бұл чемпионат барысында өнер көрсететін болады. Азия чемпионатында атой салған боксшыларымыздан басқа Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Нұрбек Оралбай да 24 жылғы чемпионаттан босатылған. Сондықтан бұл Қазақстан чемпионатында біздер жаңа есімдер көріп қалуымыз мүмкінбіз. Ең бәсекелестігі жоғары салмақ ол 67 келі салмақ дәрежесі. Ол жерде өздеріңіз білесіздер, жаңа жоғарыда атап өткен Төрехан Сабырхан бар, Елнұр Сүйінбай, Илья Калинин, Нұрбек Мұрсал, Анарбаев Бақтияр. Енді атай беретін болсақ, өте көп. 71 келі салмақ дәрежесінде де өзіндік үлкен бәсекелестік бар. Аққалақов Сабыржан, Талғат Шайкен, Аман Қонысбеков, Фаруқ Тоқтасынов секілді боксшылар осы уақытқа дейін әрқашан үздік боксшылардың қатарында болып келді. Бұл салмақта тағы да Дархан Дүйсенбай да аталған боксшылардың әрқайсысына азулы қарсылас атана алатын боксшы. 80 келі салмақ дәрежесінде жаңа есім көріп қалуымыз мүмкінбіз. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері Дәулет Төлемісов өзін жақсы қырынан көрсете алатын боксшылардың бірі. Аса ауыр салмақ дәрежесінде ағайынды Нұрлан мен Даниял Сапарбайлар бар. Жалпы енді бұл чемпионатты Қазақстан Спорт Плюс арнасы тікелей эфирде бүкіл жанкүйерлер назарына ұсынатын болады. Енді қазіргі федерацияның ең қатты акцент қойып отырғаны еліміздегі чемпионаттарды әділ түрде өткізу. Оған еш күмән жоқ. Жасөспірім жастар арасындағы Қазақстан чемпионаттары оған өзінің дәлелін берген болатын. Одан бөлек мықтылар арасындағы әйелдер мен ерлердің турнирі де осы форматта жұмыс жасап өтті. Осы Қазақстан чемпионаты да таза өтеді деген сеніміміз мол. Боксшылардың барлығына сәттілік тілейміз, бапкерлерге сәттілік тілейміз. Ең мықтылар жеңіске жетіп, алдағы олимпийский циклда жауапкершілікті кеңінен сезінетін боксшыларымыз іске кіріседі деген ниетіміз, тілегіміз бар. Жеңіс сәттер көп болсын, қазақ бокс жасасын, мықтылар жеңіске жетсін.